Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге чекен жасап көрсетемін. Әрине бұл арнайы чекен жасалатын окорочка емес, бірақ дегенмен де жасап көрейік. Ең алдымен осылай майымызды құйып аламыз, яғни мен оливковый масло қостым және бір шай қасық тұз қостым. Осылай біз ең бірінші маринадтап алатын боламыз. Қара бұрыш қосамыз және де паприка, қызыл бұрыш қосамыз. Имбир болса, имбир қосқандарыңызда жөн болады. Бірақ мен қатты ащы болғанын қаламадым, сол үшін көп ештеңе қосқан жоқпын. Және үстіне мұздай су құйып, 2 сағатқа осылай маринадталған күйде салқын жерге, холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Немесе бір күн қойсаңыздар да ештеңе етпейді, бұзылмай сол күйінде маринадталған күйде тұратын болады. Және ұнымызға паприка салып, жақсылап араластырып, осылай окорочкамыздың барлығын ұнға былғап алатын боламыз. Және де мен тағы да сұйық кляр жасадым. Ол үшін жұмыртқаға кішкене тұз қосып, жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Негізінде біздің кляр сұйық болуы тиіс. Сол кезде бізде өте дәмді болып шығады, сырты қытырлақ болып. Енді үстіне ол үшін су қоссаңыздар да болады. Ұн саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде өте жақсы кляр дайын болады. Енді біз майымызды жақсылап қыздырып қоюымыз керек. Қатты қызып тұрған май болғаны жақсы болады бәрімізге. Енді дайындау үшін бірінші сұйық клярға батырып аламыз, кейін ұнға аунатамыз және де ыссы күйінде қызып тұрған майымызға саламыз. Осылай бетін жауып пісірген өте ыңғайлы болады, себебі бетін жауып пісірсе ішінің барлығы толықтай пісетін болады. Бізде осындай керемет крылышки жасап шықты. Баршаңызға кеңес беремін, жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Сіздермен болған Мадина. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.